Söз депутат Иса Қазбек Жарылқасынұлына беріледі. Рахмет, құрметті төраға. Ақжолдың сауалы премьер Бектеновке. Әлемде жер көлемі ең үлкен, қуаты ең күшті және ең ұзақ 6 ғасыр жасаған алып империя Алтын Орданың нағыз мұрагері Ақордалы қазақ еді. Алтын Орда астанасы Сарайшық жатқан Атыраудағы құрылтайда президент Тоқаев айтқандай, жер жүзіне Алтын Орда деген атпен танылған ең қуатты мемлекет жошы ұлысының негізі қаланғанына 8 жыл толуы тойланатын ел қуана қолдауда. Қазақ халқы әлемді билеген қаханның құрметіне ұлдарына Шыңғыс деп ат қойып, Алтын Орданың атасы, қазақ хандарының бабасы Жошы хан кесенесіне зиярат етіп, алыптар жайлы аңыздар мен күйлерді тыңдап өскен ел. Алтын Орданың 750 жылдығы қазақ елі тарихында тұңғыш рет 2019 жылы мемлекет басшысы Тоқаевтың бастамасымен тойланды. Бұған дейін Алтын Орданың да, Алашорданың да атын билік аузына алмайтын. 2019 жылы ұлттық кеңестің алғашқы отырысында біз Алтын Орданың тойын жошы ұлысының 800 жылдығына жалғастыру жайлы ұсыныс жасаған едік. Енді міне мемлекет басшысы жошы ұлысының мерейлі белесін лайықтатып өтіп, елімізді әлемге таныту үшін Алтын Орда брендін толық пайдалану керектігіне баса назар аударды. Еліміздің әлемдік имиджін нығайту үшін Алтын Орда бренді кез келген ел қызығып таптырмайтын алтын қазына. Қазақ жерінде жатқан ұлы ұлыстың негізін қалаған ұлы хан Жошыға да, алып империяның астаналары Ұлытау мен Сарайшыққа да әлем назарын аударар кезең басталды. Осындай әлем тарихындағы салмағы орасан саңлақ тұлғалар мен тарихи маңызы зор қалалар егер өзге бір елдің еншісінде болса не болар еді? Шағын ғана Монғолия Шыңғыс хан арқылы дүние жүзіне дүбірін танытып жатыр. Бізде Шыңғыс ханның алып ескерткішінен кем емес, кемел ескерткіштер кешенін тұрғызуымыз қажет. Ол кешенде Жошы ханның да, оның әкесі Шыңғыс ханның да, ұлы Бату ханның да, шешесі Шыңғыс ханның ең жақын кеңесшісі бола білген, төрткүл дүниені билеген 4 ұлын туған қазақ қызы Бөрте ананың да ескерткіші тұруы керек. Ұлыстың ұлы билеушілерінің, батырлардың, асылдардың мүсіндерін қою керек. Жошы ұлысының 800 жылдығын мерекелеу елдік маңызы ерекше зор рухани серпіліс болуы тиіс. Алтын Ордадан Алашордаға дейінгі отаншылдық өр рух, азаттық алғанымызға 30 жылдан асса да, әлі жолға қойылмаған ұлттық идеологиямыздың алтын өзегіне айналуы тиіс. Алтын Орданың атасы Жошы хан құрған ұлттық ұлыстың 800 жылдық тойда мемлекет болуына осы орта ғасырлық державаның геосаяси мұрасы негіз болған бір қатар Еуразия мемлекеттері басшыларын шақыру керек. Сонда қазақ елі болмаған деп жүргендердің тарихи сауатын ашар тағылымды сабақ болады. Алтын Орда империясы жаһанды қылышпен жауласа, мұрагері қазақ мемлекеті әлемді ғылым біліммен, әдебиетпен, өнермен жаулауы тиіс. Ұсыныстарымыз: Алтын Орда тарихы Жошы ханның ерекше тұлғасы туралы деректі және көркем фильмдер, сериалдар мен анимациялық туындылар түсіру керек. Алтын Орда дәуірінің тарихи ескерткіштері Жошы хан кесенесі, Сарайшық қалашығы және Қызылоба қорымын туристік орталықтарға айналдыру тиіс. Туристік инфрақұрылымды заман талабына лайықтау қажет. Астанада Алтын Орда дәуірінің ұлы мұрасын айшықтайтын асқақтаған алып монумент тұрғызу керек. Әдебиетіміз бен мәдениетімізде, бейнелеу өнерінде де Жошы хан мен Алтын Орда тарихы тәуелсіз елдің ұстанымымен бейнеленуі керек. Мектеп пен жоғары оқу орындарында Алтын Орда дәуірі бүгінгі күннің талабымен оқылуы тиіс. Біз бұл ұсыныстарымызды 2019 жылда айтқан едік, тағы да қайталап отырмыз. Құрметпен Ақжол фракциясы мүшелері. Рахмет.